біздер бір шаңыраққа шаттық дүбірлі той, отбасыларыңызға амандық береке, тәндеріңізге денсаулық тілеп әрине, амандасып алғанды жөн көріп жатқан жайымыз ағайын. Ассалаумағалейкум құда жекжат ағайындар, той жасайтын әлі талайым бар, жер үйгі жәннәтім жерім осы, қазақ деген дархан ел деген осы деп, өткел байтар жандар елі, жаңа құдалар, өткел дөйім жұртқа, той құтты болсын жамағат. Бәрекелді кеш жарық, қайырлы кеш ханымдар мен мырзалар. Ассалаумағалейкум. Той дегенде тоғырап тоқтап қалмай, тойға деген тура жол таңдап, қырандай түлеп, тодыдай түрлеп келген түбегейл деймел. Алдыңа шықтық міне жыртық келі, көңіліңді ағайын гүлдеткелі. Қазақ атты халқыма осындағы шапақты нұрын төксін күнгөктегі. Сүйікті бір Алланың пенделері, армасыздар пайғамбардың тойға келген үмбеттері. Қошемет ағайындар. Бәрекелді, армысың бір Аллаға сыйынған ел, басына бақ пен дәулет бұйырған ел. Ағайын қош келдіңдер сіздер үшін сый құрмет сыйым дәлел. Антымақ пен бірліктің арқасында түбінен татылғы құйылған ел. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік, төрді осы кештің, жиылған елден бір қосылып қошемет жасайық қадірлі ағайын. Арналады сіздерге қара сөздің қартасы, шапалақтап қойсаңдар, ақынның қозар арқасы, алдарыңа шығып тұр тамадалар талпасы. Бұна ас толды есағаңның табағына, күн орнатып алғандай қабағына. Бесбірдей асабаны шығармаса, есімхан болады ма? Жақсылап шапалақтап қойыңдаршы, нұр жаусын деп жігіттердің талабына. Рахмет, ақының тілден өлең қашай берсін. Мына құдалар құйрық бауыр асай берсін. Ерлан мен Раушанды көрген кезде шіркінай аспандағы қосай берсін. Жылқының майындай қып жырысынсам тыңдаушын буындарың босай берсін. Ел жұртты түгел жинап той жасаған Төлебаевтар әулеті жасай берсін. Бәрін амандасып алды, маған жастар шақыру қалдау дейм ағайындар. Мен енді осы әулеттің баласы болған соң бесін сөйлеп адырым. Бүгін енді 8 күні болғана кейін Есімхан көкеміз 8 тамада дайындап отыр. 30 күні той жасамай Құдай сақтап қалды. Ал енді қадірменді көпшілік бірін-бірі гүлімдеген, бірін-бірі жырымдеген, күн көзінде күлімдеген қос ғашықтың өн бойы тербелісте тұрған жағдайы бар. Бүгін енді төрімізге алғаш шығып отырған мына жаңа құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп бір құттықтап қояйық ардақты ағайындар. Енді екі жас шаңырақ астынан шаңырақ көтеріп, екі елдің арасын жақындатып жатқан жағдайы бар. Жақсылықтан жалынбайды жанымыз, қуаныштан айтылады әніміз. Қарсы алайық үлкен кішігеріміз, қос ғашықта қошеметтен бәріміз. Той құтты болсын ағайын. Ой, бәрекелді.